Монголияның таңғажайып құпияларына саяхат. Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Бүгін біз сіздерге Монголия туралы қызықты ақпараттармен бөлісеміз. Көгілдір аспан мен кең даласы, бай тарихы мен мәдениеті бар бұл ел сіздерді бейжай қалдырмайды. Біздің бүгінгі видеомызда сіздер Монголияның астанасы Улан-Батор қаласының көрікті жерлерімен танысып, табиғатының әсемдігіне таңдай қағасыздар. Сондай-ақ, Моңғол елінің тарихы мен мәдениетінің тереңіне бойлап, экономикасы мен туризм саласының дамуы жайлы қызықты деректерді біле аласыздар. Дайын болыңыздар, біз Монголияның жүрегіне саяхатқа аттанамыз. Алғашқы аялдауымыз Монголияның жүрегі, астанасы Улан-Батор қаласы. Тау жоталарының арасында орналасқан бұл қала ежелгі дәстүр мен заманауи сәулеттің үйлесімділігін тамаша көрсетеді. Қаланың орталығында орналасқан Чингисхан алаңы, Монголияның тәуелсіздігінің символы. Алаңда Ұлы ханның ат үстіндегі ескерткіші бой көтеріп, айналасы әсем гүлзарлармен көмкерілген. Күндіз бұл жерде қала тұрғындары мен қонақтары серуендеп, кешкісін түрлі түсті оттармен жайнап, көздің жауын алады. Улан-Батордағы ең көне ғимараттардың бірі Гандан монастыры. 1835 жылы салынған бұл Будда ғибадатханасы Монголиядағы діни өмірдің орталығы болып табылады. Мұнда сіздер буддизм дінінің құнды жәдігерлерімен танысып, монахтардың өмірі жайлы көптеген қызықты мәліметтерді біле аласыздар. Заманауи сәулеттің үлгісі ретінде Blue Sky Tower мен Central Tower сияқты биік ғимараттарды атап өтуге болады. Бұл ғимараттар қаланың көркін келтіріп қана қоймай, сонымен қатар іскерлік орталықтар ретінде де маңызды рөл атқарады. Улан-Баторда сондай-ақ Монголияның тарихы мен мәдениетімен таныса алатын көптеген мұражайлар бар. Мысалы, Монголия ұлттық мұражайында көшпенділердің өмірі мен тұрмысынан сыр шертетін экспонаттар қойылған. Қаланың айналасындағы тауларда орналасқан ұлттық саябақтар табиғат әуесқойлары үшін таптырмас орын. Мұнда сіздер таза ауада серуендеп, тау өзендерінде рафтингпен айналысып, тіпті атпен немесе түйемен саяхат жасай аласыздар. Улан-Батор қонақжай қала. Мұнда сіздер дәмді тағамдардан дәм татып, қонақ үйлерде немесе жергілікті тұрғындардың үйлерінде тұрып, Моңғол халқының қонақжайлығын өз көзіңізбен көре аласыздар. Монголия табиғатының әсемдігімен таң қалдыратын ел. Мұнда кең жазық далалардан бастап, биік таулар мен шөлді аймақтарға дейін кездестіруге болады. Елдің солтүстігінде Сібір тайгасының ормандары, оңтүстігінде Гоби шөлі жатыр. Батысында Алтай, Хангай, Хэнтэй сияқты биік тау жоталары орналасқан. Монголияның климаты континенталды, яғни жазы қысқа әрі ыстық, қысы ұзақ және суық болады. Жазда ауа температурасы плюс 40 градусқа дейін жетсе, қыста минус 40 градусқа дейін төмендейді. Дегенмен, Монголияның әр аймағының климаты әртүрлі. Мысалы, таулы аймақтарда ауа райы салқын болып, жауын-шашын көп жауады. Ал шөлді аймақтарда жауын-шашын өте аз түседі. Монголияда көптеген өзендер мен көлдер бар. Ең ірі өзендері Селенга, Орхон және Херлен. Ең үлкен көлі Увснур. Бұл әсем табиғат аясында түрлі жануарлар мен өсімдіктер дүниесі кездеседі. Монголияда қасқыр, түлкі, аю, бұғы, қарақұйрық сияқты жануарларды кездестіруге болады. Ал өсімдіктер әлемінен дала қызғалдақтары, жусан, селеу және басқа да өсімдіктерді атап өтуге болады. Монголияның табиғаты оның басты байлығы. Сондықтан да моңғол халқы табиғатқа ерекше құрметпен қарап, оны қорғауға тырысады. Монголия бай тарихы мен мәдениеті бар ел. Көшпенділер өркениетінің бесігі саналатын бұл өлке әлемге көптеген дарынды адамдарды сыйлаған. Моңғол елінің тарихы біздің заманымызға дейінгі 3-ші ғасырда ғұндармен тығыз байланысты. Кейіннен түркі тайпаларының, соның ішінде көктүріктер мен ұйғырлардың билігінде болды. 13-ші ғасырда Шыңғыс хан бастаған моңғолдар бірігіп, әлемді мойындатқан империя құрды. Бұл империяның аумағы Шығыс Еуропадан Тынық мұхитына дейін созылып жатты. Шыңғыс ханның мұрагерлері империяны кеңейтіп, жаңа жерлерді бағындырды. Олардың қатарында Батый хан, Өгедей хан, Күбілай хан сияқты дарынды қолбасшылар мен мемлекет қайраткерлерін атап өтуге болады. 14-ші ғасырдың аяғында Моңғол империясы ыдырап, бірнеше хандықтарға бөлінді.
17 ғасырда Монголия маньчжурлардың билігіне өтті. 20 ғасырдың басында Монголия тәуелсіздігін жариялап, социалистік жолмен дами бастады. 1990 жылдан бастап Монголия демократиялық жолды таңдап, нарықтық экономикаға көшуге кірісті. Монголияның мәдениеті де оның тарихы сияқты бай және сан қырлы. Моңғол халқы ән мен күйге, жыр мен аңызға жақын. Ұлттық музыкалық аспаптарының қатарында моринхур, шанз, йочин және басқаларын атап өтуге болады. Монголдардың ұлттық киімі дейл. Ол жылдың 4 мезгілінде киюге ыңғайлы етіп тігіледі. Моңғол халқының қонақжайлығы бүкіл әлемге әйгілі. Олар қонақты құрметтеп, дастарханына ең жақсы тағамдарын ұсынады. Монголия экономикасы негізінен табиғи ресурстарға, мал шаруашылығына және ауыл шаруашылығына негізделген. Еліміз табиғи ресурстарға өте бай. Жер қойнауында көмір, мыс, алтын, темір рудасы, уран және басқа да пайдалы қазбалардың мол қоры бар. Соңғы жылдары Монголия үкіметі шетелдік инвестицияларды тарту және экономиканы әртараптандыру бағытында бірқатар шаралар қабылдап келеді. Мал шаруашылығы моңғол халқының ежелден келе жатқан кәсібі. Монголияда қой, ешкі, жылқы, түйе және сиыр өсіріледі. Мал шаруашылығы өнімдері экспортқа шығарылады. Ауыл шаруашылығы да экономиканың маңызды салаларының бірі болып табылады. Монголияда бидай, арпа, сұлы, картоп және көкөніс өсіріледі. Туризм саласы да қарқынды дамып келеді. Жыл сайын Монголияға әлемнің түкпір-түкпірінен туристер келеді. Оларды еліміздің әсем табиғаты, бай тарихы мен мәдениеті қызықтырады. Монголия үкіметі туризм саласын дамытуға баса назар аударып, туристерге қолайлы жағдай жасау үшін барлық күш-жігерін салуда. Экономиканың дамуына қарамастан, Монголия әлі де көптеген қиындықтарға тап болып отыр. Олардың қатарында жұмыссыздық, кедейшілік және сыбайлас жемқорлықты атап өтуге болады. Дегенмен Монголия үкіметі бұл мәселелерді шешу үшін барлық күш-жігерін салуда. Еліміздің болашағы зор екеніне сенім мол. Монголия туризм саласы қарқынды дамып келе жатқан елдердің бірі. Жыл сайын әлемнің түкпір-түкпірінен мыңдаған туристер келіп, еліміздің әсем табиғатымен, бай тарихымен және мәдениетімен танысады. Монголияда туристер үшін барлық жағдай жасалған. Заманауи қонақ үйлер мен мейрамханалар, ыңғайлы көлік қатынасы, қызықты экскурсиялық бағдарламалар сіздердің саяхатыңызды ұмытылмас етеді. Егер сіз табиғат әуесқойы болсаңыз, Монголияның ұлттық саябақтарына баруды ұсынамыз. Мұнда сіздер таза ауада серуендеп, тау өзендерінде рафтингпен айналысып, тіпті атпен немесе түйемен саяхат жасай аласыздар. Тарих пен мәдениетке қызығатындар үшін Монголияда көптеген тарихи ескерткіштер мен мұражайлар бар. Мысалы, сіздер Қарақорым қаласының орнына барып, Шыңғыс хан империясының астанасымен таныса аласыздар. Сондай-ақ Улан-Батордағы Гандан монастыры, Бокт хан сарайы және басқа да көрікті жерлерді тамашалай аласыздар. Монголияда сонымен қатар ұлттық мерекелер мен фестивальдер өте көп өткізіледі. Олардың ішінде ең танымалдары Наадам ұлттық мерекесі, Қымыз фестивалі және Инелік фестивалі. Егер сіз Монголияға саяхат жасауды жоспарлап жүрсеңіз, еліміздің климатына дайын болыңыз. Жазда күн өте ыстық, ал қыста суық болады. Сондықтан да саяхатқа шығар алдында ауа райы болжамын қарап алуды ұмытпаңыз. Монголия қонақжай ел. Мұнда сіздерді жылы шыраймен қарсы алып, ұлттық тағамдарымен сыйлайды. Монголияға саяхат жасап, ұмытылмас әсер алыңыздар. Бүгінгі видеомыз осымен аяқталды. Монголияның таңғажайып құпияларына саяхатымыз сіздерге ұнады деген үміттеміз. Бұл елдің кең даласы, табиғатының әсемдігі, бай тарихы мен мәдениеті сіздерді бей-жай қалдырмағаны сөзсіз. Егер сізге видеомыз ұнаса, лайк басып, арнаға жазылыңыздар. Келесі кездескенше.